Ассалаумағалейкум, қымбатты қазақ елі. Жетісай, Мақтарал, Өргебас ауданынан, ауылынан міне ағаларымыз 30 шақты жігіт болып келіп, бір вагонның бұлайша ақшасын беріп, және бұлайша шөммен қосып алдыртып әзір басып жатыр. Біз кеше 3 вагон 12-де кетті. Енді бұл жерден 2 вагон бар, 2 вагонды басып толтырып қалдық. Енді тағы 3 вагон алып, бір күн сайын, 2 күн сайын жібере береміз. Сондықтан бізге халықтың аты халық, халық та көмектесіп жатыр, бірақ бастысы бізге техникалық жақтан ауыл шаруашылық министрлігі, басқа да мына әкімшілік, ауыл әкімшілік барлық осыны аттанысқа күзге шейін шығаруға айтуы керек болып тұр. Барлық ауыл әкімшіліктер осыны арнаулы қолға алып, осыған әрекет етуін мен сұранамын. Ағаларға рахмет. Алла мың есе сауаптан жазсын. Елімізге, халқымызға бақыт болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Мақтарал ауданы, Өргебас ауылынан азғантай болса да батыс еліне, батыстағы ағайындарға жәрдеміміз болсын деп қол ұшын созайық деген жақсы ниетпенен Құдай қаласа Сарыағаш ауданында бір вагонды шөп артып, Құдай қаласа кешке дейін шөбіміз толтырып, батыстағы ағайындарға, қиналып жатқан ағайындарға Құдай қаласа жол жүргелі жатыр. Сәлемдемеміз. Ағайын аман болсын, қазақ аман болсын. Батыс біз біргеміз. Өргебас ауылға батыс біз біргеміз.